Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз творогтан өте дәмді печенье әзірлейтін боламыз. Өте жылдам әзірленеді. Сондай қонақтар келіп қалған жағдайда өте жылдам әзірлеп тастауға болады. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен бізге қажетті заттар творог. Творог менде ішінде қанты бар өзінде. Егер сіздер қаласаңыздар, қанты жоқ творогтан да қолдануларыңызға болады. Үстінен 120 граммдай шекер қосасыздар. Мен екі түрлі творогтан жасадым. Біреуі менде қара слива қосылған. Осылай сары майымызды үстінен қойып, жақсылап екеуін вилканың көмегімен араластырып аламыз. Енді үстінен біраз қасық разрыхлитель және де ванилин салатын боламыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын араласпамыздың үстінен ұн салып, жұмсақ қамыр егетін боламыз. Міне бізде дайын, өте жұмсақ. Сары май қосылғандықтан өте жұмсақ болады. Екіге бөліп, үстінен пакетке орап, морозильникке 20 минуттай қойып қоямыз. Ол бізде жайылған кезде ыңғайлы болу үшін. Енді қамырымызды алып, тоңазытқыштан осылай домалақ етіп жайып аламыз. Столымызға жабысып қалмас үшін астына ұн шашып жаямыз. Орап шығатын боламыз. Қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз пісті. Жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жылдам әзірленеді, дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.